Жеңілмейтін махаббат, салтанат Мұнайхан. Мен емес. Түн, сағат 4 шамасы. Кітап беттерінен көзім талып балконға шықтым. Ішім алай-дүлей. Төсегімдегі жастығым сияқты бар денем умаждалып қалған. Алматының көк түні жерге сіңіп, ауасы өкпеге кедергісіз өтеді. Аузымды айға белеп, есінедім, керілдім, созылдым өзінше. Алматы өлі тыныштық. Аспан қабағын түйіп алған. Бар жұлдызын Алатаудың етегінен шашып тастағандай айнала көз тартады. Сұлу. Темекі тұтаттым. Үйренбеген ағза басым айналды. Кенет бар денем дір ете қалды. Көзіме еріксіз тамшы тығылды. Тістеніп алғам. Тетігін бұрасам ағып кеткелі тұр. Жасқанады шығуға. Құдай-ау, ұйтылып жатыр, ит. Зарлы даусы заманға айтқан арызы сияқты. Тоқтар емес. Сай сүйегімді сырқыратты-ау, сайтан. Көз алдыма арқасына жабу жапқан қайыршы кейіптегі ит елестеді. Дәл қасында мен сені түсінемін дегендей мелшиіп тұрған өзімді көрдім. Елес емес, шынымен көріп тұрмын. Иә, елес емес. Тіпті сол итті өзім бе деп қалдым. Бір-бірімізді ежелден білетін сияқтымыз. Мен де ұлып тұрмын, менің мұңым сенікінен сорақы. Қанша сорың қалың болса да, сен итсің ғой, ит, ал мен адаммын. Сенің мына зарыңның кейіпкері сол адам. Біз де ұлып қалған ұрпақпыз, сені аздырған біз. Өзімізше адамбыз, қазақпыз дейміз. Кім еді кеше сол адам? Яки адамдардың ардақтысы қазақ. Ой түс, мен жоғымды жырлап алайын. Сүйемелдеп тұр мені азулы үн. Қасқыр алған азулы иттің азусыз ұрпағы. Қазақтар өз басын ғана ойламайтын. У ішсе руымен туғанын тұмсыға тастамайтын туышыл болатын. Туысы бардың туы жығылып көрген емес. Жығылса өзгенің емес. Өз ағасының аяғын жалайтын, ұлты басқаның емес. Қазір өзімізден биттің қабығындай артық біреуді көрсек, үйренеміз деп ожауымызды анағанда, мынағанда ұстатамыз. Қазандағы қаймағың қалыңдағаннан гөрі құнар жоқ көбікке айналып барадау. Кезінде орысқа ожауымызды ұстатып қойдық. Аш өзегіңе түсіп кетіп еді, азайдық. Бірақ құрып кетпедің. Тіпті өз арамыздан ожаушылар шықты, себебі сен асыл едің. Еркегіміз еркек болатын. Қозы баққан баланың саны қозыдан да көп болатын. Бір өлгенің мың болып, мың өлгенің миллиондап қайта тірілетін. Сондықтан оны жау алмайтын. Қазіргі қойымызда қозыламайды. Қойнымыздағы қатынымыз да жиі қысыр қалатын болды. Әлде еркек атаулымыз алысқа шаба алмайтын қола болып қалған ба? Мүмкін кім көрінген ұстаған ожаудың кірі тай қазанның ішінде күйеледі ме? Ол болсын. Қазақтар бай болатын, төрттілігі де сай болатын, бес қаруы қанжығасында жүретін, еркін адамдар деген атқа ие болатын. Сақарадай пейілі кең жомарттар қайда? Қазақ қазаққа жау емес еді, дініміз қазіргіден тәуір еді. Атаны ата, ананы ана, қарындасты қарлығаш, ініні інім, баламды ізім деп қадірін арттыратын заман қайда? Жан жақтан жауызымызға іргемізді ашып бердік. Ашып бергеніміз сол төрт құбыласын тең етіп, тайраңдатып қойдық. Еркін жүру естен кетті. Жарықта жүріп адасып, бұғаусыз бұғауланып, қайғысыз қамалып, торыққаннан өз-өзімізді өлтіріп жатырмыз. Асылып жатыр. Өнегесіз қария, балықсыз дария көбейді. Әйел билік айтатын болды. Балаң басыңа шықты, қазақ деген бес әріптің бір қарібінің кейбіріміздің бойымызда еседе қалмады. Тарихтың жасап кеткен алып кемесін суға батырып, қолын жасалған қайығымыз қалтырауық болып қалды емес пе? Әлде мен бекер жылап тұрмын ба? Екеуміз неге ұлып тұрмыз? Сиықсыз төбет.
Сенің де атың қалып, затың шыңырауда қалған-ау. Кешегі шын батырдың жолы, сал серлердің серігі едің сен. Ешкінің алдында сорпа жеген жемтік емес, жас ет болатын. Қазақтың 7 қазынасының бірі деп жабу емес, мойнына қарғыбау таққан болатын. Қазіргі тірлігіңе және оғанда жаным ашиды менің. Қоқыс аралап күн көрген сенде бір. Қарашы әне қоқыстан тамақ іздеп жүрген қайыршыны қазақ екен, ол да бір. Тағдырласың. Осы көзе қолымдағы темекі толық жанып, шоғы саусағымды күйдіргенде балконға қайтып оралдым. Зарлаған төбет даусыңның жаңғырығы жарты алматыны жалмап тұр. Артық дыбыс жоқ, тек бір Алматы сиықсыз. Төбеттің зарын тыңдап тұрғандай бедірейеді. Бар денем суық суға малып алғандай түршігіп кеткен. Екі бетім су. Қолымдағы темекі қалдығын мәңгілікке атып, жіберіп бөлмеге келіп төсегіме қайта құладым. Өзіме келе бастадым. Жаңағының бәрі жала, мен емес. Қазақ қазірде қазақ. Бізден артық халық жоқ деп қайталай бердім. Мен емес.